атазанымыздың 20 жылдығы ол үлкен мереке, үлкен той қазақ халқына. Біздің атазанымыз халқымызға көп жақсылықтар әкеліп жатыр. Атазан дегенде, ол атазан сол атадан келе жатқан нәрсе деп айтқым келеді. Ол атамұра. Кешегі мынау түрік қағанатының затындары, Шыңғыс хан заңдары, Әмір Темірдің Қасым ханның қасқа жолы дегендей, Есім ханның ескі жолы, көп жолдар болған. Анау Сайын хан дейді. Сайын хан ол Бату хан. Онда да заңдары бар бізге пайдаланып жүрген. Кезінде Абылайдың да заңдары болды, Кенесарының да шығарған өзінің үкімдері заңдары болды. Алашорда да керемет жақсы заңдар жазып, бірақ іске асырамады әттен. Соңғы жаңа үкімет келгенде енді бізге 36 жылға Сталин кезінде де заң болды. Ол кезде Сталин кезінде алғашқы сол атазанға конституция қарағанда нелері жазған ережелер өте әдемі. Бәлбе, бірақ оны біз қолданылмадық. Ол жердің бір ережесі, енді еркін халық деген бұл, кейін тек қана мына тәуелсіздік алғаннан кейін бізде өз еркіміз болды, атазан жазылды. Сол атазан 93 жылғы ең алғашқы атазанымыз тәуелсіздік кезінде жазылған, бекітілген. Ол бізде Қазақстан Республика ұлттық мұрағатта сақтаулы. Сол кезде жоғарғы кеңестің қаулылары, талқылаулары, депутаттардың сөйлеген сөздері, керемет дүниелері, құжаттар бізде бар. Оны айтатыным, біз қазір үлкен көрме дайындадық. Ол көрме қазір ашық. Сол көрмеде көруге болады. Сондықтан 25-ші тамызда үлкен бізде шара өтейін деп жатыр. Көрмеміз сол ресми ашылуы болады құжаттардың. Сол бір айда осы келушілерге, танысам деушілерге есік ашық. Сол енді ол атазанға байланысты, сол атазанның арқасында осы еліміздің өркендеп жатқаны енді бір белгі. Рас, әр мемлекеттерде жақсылығы да болады, жаманшылығы да, қиындықтарды болады. Бірақ ол атазан тірек деп ойлаймын. Ол әр азаматтың Қазақстан азы тірегі. Сол бізге тірек болып тұрған біздің атазанымыз. Сонда сол атазанға талай осы қасымызда жүрген ағаларымыз, апаларымыз сол 90 жылдары үлкен қызмет жасады. Біздің атазанымыз жаңағы француз конституциясына соларға қарап, енді демократияға жағынан соған қарап енді жасалды деген енді айтады. Ода да дұрыс шығар. Себебі Европада демократия жағынан, қай жағынан болса, бұрыннан дамыған ел, сондықтан оған қарауымыз, онда ережелерінде, дүниежүзіне ережелеріне қараймыз ғой, бірақ ода заңды деп ойлаймын. Бірақ бізде еліміз, халықпыз, өзімізде де дәстүрлеріміз бар, тарихымыз бар, шекарамыз бар, сол бәрі белгіленген. Соңғы жерде біздің қазақ халқының мемлекет тілінде белгіленген, анық белгіленіп отыр. Біздің құқығымыз белгіленіп отыр. Сондықтан ол болашаққа жасалған үлкен күш, үлкен жігер елімізге деп ойлаймын. Сол атазаны бар халық, оның болашағы бар халық деп айтам. Сондықтан сол атазанымыз тойы құтты болсын. Осы бүкіл қазақстандықтарда құттықтағым келеді, осы үлкен тоймен. Ұлттық мұрағатқа сол құжаттарды көрем деушілер есік ашық, шақырамын, көрсетеміз. Сондықтан әр мемлекеттің үлкен тойы ол атазанның тойы деп ойлаймын. Әр мемлекеттерде өтеді. Мәселен, енді Американың үлкен дамыған елдер бар ғой, бірақ біз олармен жарыспаймыз. Олардың бөлек, бізде өз жолдарымыз бар. Біздің жолымыз басқа. Біздің жолымызда кешегі арман еткен, кешегі Абайлар, Жамбылдар, Исатай Махамбеттер, солардың арманы жатыр, сол атазанымызда. Кешегі қыршында кеткен Сәкендер, Ильястар, Бейімбет Майлиндер дегендей, Ахандар, Жахандар, Ахмет, Міржақыптар дегендей, не бір мынау мықты Сұлтанбектер, Қожанов, Тұрар Рысқұловтар, солардың арманы орындалды деп ойлаймын. Сондықтан атазанымыздың тойы, үлкен мерекелі тойы құтты болсын. Сол жаңағы дәстүріміз жалғаса берсін, еліміз, халқымыз аман болсын.